Желіде сұмдығы ақпарат тарады, барша көрсін білсін, хабардар болсын. Ассалаумағалейкум, армығазақ арнамызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан ең үздік жаңалықтарды ең біріншілерден болып білгіңіз келсе, арнадағы подписация және де лайк түймесін басыңыз. Лайк түймесін басқан қолдарыңыз дерт көрмесін. Ал ендеше бастадым. Таразда анасы балаларын 5-ші қабаттың терезесінен лақтырып жіберген. Таразда анасы балаларын 5-ші қабаттың терезесінен лақтырып жіберген. Таразда жантүршігерлік уақиға болды. Әйел 5-ші қабаттың терезесінен өзінің 2 кішкентай баласын лақтырып жіберген деп хабарлайды Араша.кз. Жамбыл облысының полициясының мәліметінше, күдікті анықталып ұсталған және де тергеу изоляторына қамалған. Қазір барлық қажетті тергеу әрекеттері жүргізіліп жатыр. Тергеу қорытындысы бойынша заңға сәйкес шешім қабылданды деп хабарлайды ПД. Балалар ауруханаға жеткізілді. Сәбилердің жағдайы ауыр. 2021 жылы туған бала ауыр жарақат алған. Оның ішіндегі сан сүйегінің жабық сынуы және де миының қатты ісінуі бар. Оған КТ жасалды. Ісінуге қарсы терапия жүргізілді. Ертең сан сүйегіне ота жасау жоспарланып отыр. 2023 жылы туған балада миының ауыр жарақаттары бар. Оған ісіну қарсы терапия жүргізілді деп түсіндірді Жамбыл облысының денсаулық сақтау басқармасындағы дәрігерлер. Балаларға қажетті медициналық көмектің барлығын көрсетіп жатыр. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де видеоролик кеңінен тарап қажетті жерлерге жету үшін видеоролик астында подписация және де лайк түймесін басыңыз. Достарыңызға үлесіп сау саламатта болыңыз.